Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздер мен Біржанмен сіздер. Осы YouTube каналда бүгін біз Бельгиядамыз. Бельгияның астанасы Брюссельде. Брюссель бұл тек Бельгияның астанасы емес, бұл еще Европаның астанасы. Бірақ ол официальный аты емес. Неге десеңіздер, өйткені жалпы Евросоюздың бастамасы осы Брюссельден басталған. Осы жерде Евросоюздың комиссиясы, парламенті бәрі осы жерде орналасқан. Және Евросоюздың шешімдерінің көбісі осы жерде қабылданады. Сол үшін Брюссельге қош келдіңіздер. И бүгінгі видеода ең бастысы бізге не керек? Ол халал өмір сүру, халал путешествие деп айтсақ болады. Өйткені мұсылмандарға Европада жүрген кезде кішігірім қиындау болуы мүмкін, бірақ ол вообще ондай емес. Шынымен мешіттер, тамақ халал жемдесеңіздер спокойно тауып аласыздар, кішкене ізденсеңіздер болды. Сол туралы мен бүгін осы видеода көрсетемін. Мұсылмандар туралы, мешіттер жайлы, қай жерде орналасқан, яғни мен барған мешіттерді, мен жеген халал тамақтарды и жалпы сол туралы айтамын. Билетті алдым. Қазір көрсетейін. Бағасы 8,5 евро шықты. Студенческий бар ма жоқ па, 14 теңге жоқ. Нақты барлық жерде болу керек па, идея. Уақыт что-то тұрып. Өздері қалауын көрсең, ағылшын тілін таңдап даны басым, paper ticket. И осы бір күндік 8,5 евро. Метросы келіп жетті. Ой, енді кіші. Білмеймін, сомнительно лау болып тұр уже. Ескілер келген екен. Барына шүкір. Ашылу керек. Граффити салынған. Пойыздардың арасын бұта алмаймыз. Машиналарымыздан мешітке кіріп қалдық. Кәдімгі демалып, кайф алып шықтым ше. Неге десеңіздер, өйткені кәдімгідей күтіп алып, сумкамды алып, өздеріне, типа, еш мола көпесін дегендей қылып, қастарына әкеп қоятын. Кетіп баратқан кезде мен асырды оқыватын, и олар уже оқып қойды да жамағатпен, мен кішкене кешіп келдім. И олар, мешітті жабу керек болды түсінігім бойынша. И олар, күтіп, заттарын бәрін қасына әкеліп, и мен шыққаннан кейін бар уже мешітті жапты. Кәдімгі шынымен настроением көтеріліп кетті, ана марокканец ағамызбен сөйлесіп. Шынымен андай мұсылмандар кайф қой шынымен ше. Қай жерде жүрсең де, қалай жүрсең де ештеңе жеткізе алмаймын. Шынымен мұсылманмын. Комьюнитиге шынымен Алла разы болсын екенін байқайсың ше. Түрлері нұрлы болады адамдардың, андай жастары келген, барадалар кетіп қалған мысалы ше. Сақалдары кеткен, түренді кәдімгі мужик болып тұрады да. Сөйлескен кезде кәдімгідей андай білмеймін, қарапайым андай әдемі сөйлеседі ше, күліп тұрып бетіне кайф аласың содан ше. Менің хостел жағым кәдімгі өзіме ұнап отыр. Неге десеңіздер, мұслим район болып отыр кәдімгідей. Бәрі хиджабпен балаларды ойнатып деген кезде ше. Кайф прям бар. Қорықпай да жүресің мақта ше. Мысалы қалаң жерлерде мысалы қалтаңды қарап жүру керексің дегендей. Өйткені мақта кішкене опасный ше. Сол үшін кайф болып отыр. И жалпы былай қарағанның өзінде халал тамақтан былай қалса проблема болмау керек. Өйткені жерде мұсылмандар көп. Жалпы Бельгияның өзінде 30% жан-жақтан жиналған ғой. Сол үшін бұл Европадағы, даже Европада емес, бүкіл әлемдегі иностранецтер көп тұратын жерлердің бірі болып есептеледі. Сол үшін мұсылмандар да көп. Соған байланысты бүгінгі халал тамақтарды сізге де көрсем, қазір хостелға кіріп, сразу же тамақ жеуге шығып кетемін ғой. И жалпы міне кірген бетте осыдан ойнайтын жерлер бар, отыратын жер бар деген кезде. И бағасы да шынымен айтқан кезде өте арзан шықты маған. Ішінде брекфасты бар, яғни таңғы асында бар. Қателеспесем лифттің ішіне картамен басу керек біз көтерілу үшін. Иә. Жоқ ондай емес енді. Кірген бетте 4 бөлме өзі. Ош 4 бөлме бар. 4 жататын жеріміз бар ма? 4 адам. Примерно қайсы екен есіме шығып кетті, барып сұрауым керек. Oh, hello. Is that okay if I'm recording here? Oh, okay. Тусовка отыр. Қалаға дейін осындай. Жаман емес. Енді қалаға шығып жатыр. Қазір ең бірінші очередь
жақын жерде екі халал жер таптым. Екеулерінің бағаларын салыстырып, примерно тойымды не болатынын қарап, соны жеймін. Сіздерге көрсетіп, егер де қайтадан келіп жатсаңыздар, бүкіл описаниеде болады. Тұрған хостелім, жүрген жерлерім бәрін Google Maps'та жинақтап қойып қоямын. Тамақтардың өзінің халал және мешіттер мен барған. Мына жерде қызық факт, короче, андай. Мен басында мынаны астына төсеп, и мынаған мынаны орайын деп ойлағанмын ғой. Оказывается, бұл жерде, короче, басқаша екен. Мен алам, мынаның үстінен қоямын. Получается, мен сіздерге қазір бәрін істеп көрсейін. Мынаның астына мынау тұр, получается, матрасқа. Мынаның үстіне қоямыз. И осының үстіне, короче, мынаны жаямыз да, и осылай жатамыз, оказывается. Мынаны мұраудың қажеті жоқ дейді екен. Қызық, бірінші көрдім мынандайды. Қалай болады? Район ішінен біздің Қазақстан болып жатыр. Кішкентай балаларым ойнап жүр міне. Ішіндегі біз доп деп етінек. Жалпы турецкий район болып кетті ма, в общем. Осы жерде жүріп Лахмаджун көзілеме деген жерге келдік. Іші жалпы жақсы. И меню сіздерге көрсейін. Не екен білмеймін, бірақ өте арзан шынымен. Мысалы, қазір гамбургер алдым 5 евроға. Бұл жер үшін арзан ба еді. И бір кола алдым. Коланың бағасы мына жерде 2 евро деп тұр. Қазірге жеп көрсем. Вот маған әкеліп берді. Бургер, фри, соус и фри алған белкасы. По идее, шынымен 5 евро тұратын болса, кәдімгі Макдональдстың бағасы. Сонымен деген кезде дәмі андай қарныңыз ашып тұрған кезде тойдырып аламын десеңіздер арзан бағада смелада. Ал если прям жақсы тамақ, дәмді тамақ жегіңіз келсе десеңіздер, айта алмаймын енді өз ойымша, енді мынау тек қарын тойдыру үшін сияқты. 6 евроға шынымен дәмді. Өйткені Амстердамнан кейін 6 евро деген кәдімгідей дым емес сияқты. Өйткені ол жерде мен бір туалетке кіру үшін 2 евро төлеген. Туалетке кіру үшін 2 евро. Мына жерде кәдімгідей комбо жедім. Түн болды, мен әлі осы районда жүрмін. Муслимский район деп айталады, арабский район деп айталады екен. Жаңа мешіттен шығып бір жігітпен сөйлесіп қалдық, ол Мароккодан. Сол баламен кәдімгідей сөйлесіп қалдық. Кәдімгі вайб деген жесткий бар. Шынымен мына жерден шықпай жүре берсін деп отырады, Бельгияның ортасына. Кәдімгідей адамдар дейді, сөйлессін келеді андай адамдармен бар ғой. Кәдімгідей айта алмаймын, ананы сөзбен жеткізе алмаймын, өздеріңіз келіп көріңіз керек ше ондайларды. Сол инстаграмымызды алып бір-біріміздің енді келесі келген кезде жаз бір жаққа барып тамақ жейміз, бірге отырып дегенде айтып жатыр. Қаланы көрсем деген жоқ. Рахметін айтып, енді от шығып бара жатыр енді Палеон мен Брюссельге келгеннен кейін центрді көру керек қой бізге. Бірақ айтуы бойынша осы жерде қателеспесем мешіт көп, короче, бар ғой, до того көп, что бір здание қатты ұзын емес ше. Соның арасында, короче, 3 мешіт қылып тастаған ғой. Типа турецкий бар, арабский бар, пакистанский бар, бангладешский бар, короче, индусский ма, көшім бәрін бөліп тастаған түрі бар ананың. Сол үшін мына жаққа Бельгияға келетін болсаңыздар, Брюссельге специально келетін болсаңыздар, осы районға келіп қонғандарыңызды дұрыс болатынына уверенмін, если халал тамақ жегілеріңіз келсе. Жалпы осындай ортада жүргіңіз келсе деген ғой. Мына жерде мен айтам, то что кафеларға келіп халал ма, харам ба деп сұрайын ба десем, ол айтады, сен сұрама дейді, типа ұят қой дейді, сен араб па, мысалы көріптісің дейді, сен қалай одан халал ма деп сұрайсың дейді, короче, типа оскорбление ретінде есептеп отыр да. Сол үшін айтады, любой жерге кірсең, осы именно районды маған көрсетті, картадан көрсетіп кеткен сіздерге. Ішінде любой, мысалы, кафешқа кіретін болсаң, халалына 100% типа гарантия берем дегенде айтып жатыр. Ал енді түн болса да бүгін Брюссельді кішігене көрейік. Өйткені ертең азанмен тұрып уже қалаға шығып дұрыстап көреміз.
ана жерде жүріп Амстердамнан кейін кайф бар ғой жүрген. Өйткені ана жерде қазір вектор көп қой. Уайымдайсың бар ғой, қалып кете ма, дұрыс жолда жүрмін ба дегенде вообще. Ана жерде смело жүре бересің, короче. Сен великті рас. И жалпы мен қазір Брюссельдің ортасындамын, даунтаун деп аталады мына жер. И танымал бельгийский шоколадтар. Сіздерге қазір көрсем. Мынандай бар кәдімгі енді. Базар толып тұрмын. 5 штук енді ойлап отырмын, мен бұны өзім бірге алып кете аламын ба? Алып кете алмаймын ба? Өйткені Royal Galleria Hubert үйіне келдік. Ау енді қымбат бутиктер жиналған жері. Миландағыдай. Шығып кетеді екенбіз. Сонымен барып, мен қазір уже хостелға қайтып бара жатырмын. Кішкене шаршадым жолдан кейін. Жалпы мына жерде жүріп, кеште тоже көрмеген заттарды көрдім, жалпы көп болмаса да. Енді барып, дұрыстап жатып, демалып, азармен тұрып, уже дұрыс қыдыру керек қой. Күнмен шығып кетіп дегенде. Хостелға кірген кезде осыны көрдім. Мына жерде кәдімгі апамыз. Біздің қазақ апаларымыз ұқсайтындай ма? Сондай түрлері бар. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Біз таңнан тұрдым енді. Погода енді сұмдық болып расында. Еще таңғы ас ішуге түсіп бара жатыр. Короче, таңға не жинап алдым. Осы тәжірибе киіп қазір жаңбырда шығуға дайындалдық. Қандай басында Брюссельге бір-ақ күн өткізгім келді. Неге? Өйткені қатты ұнаған жоқ ше шынымен. Бірақ қазір қарағанда именно осы район үшін тұрған маған Амстердамнан қатты ұнамаса да, енді базар жоқ бір уровеньде тұр ше мен үшін. Сол үшін қатты менсінбеген бұл қалам енді бар. Бірақ мен әлі еще қаланы дұрыс көргенде жоқпын ғой. Мен кеше ғана центрға шықтым. Еще кеште адам аз болды дегендей дұрыс көрген жоқпын. И бүгін көрейік қалай болатынын. Жаңбыр қатты жаумаса бүкіл жерде өтіп шығуыма үлгеремін по идее. Бірақ ол жаңбырға, погодаға байланысты. Сол үшін кеттік. Қазір метро алып примерно жарты сағатта жетем. Құдай қаласа. Не сияқты кәдімгі өзіміздің базар сияқты кәдімгі. Ішіне кіресің кәдімгідей. Мен короче басына комиссияның бағасын сұраймын. 35 евро дейді. Бірақ сен үшін 30 дейді. Короче, неге деймін ғой одан? Ол айтады да сен бірінші клиентсің дейді. Оны тема біздің базарда да бар ғой по идее. Яғни төлеп отқан кезде кэш бар ма дегенде алып сұрап жатыр да. В общем, біздің адамдар ғой былай айтқан кезде. Солармен қазір кішкене торговаться етіп бір комиссияны ұруға тырысамыз ғой. Осындай жер таптық. Вообще біздің барахолка отыр ғой, короче. Без прикол айтқан кезде ше. Прям үйдегідей сезініп жүрмін жақта ше. Кайф болып жатыр ғой. Мен ойшымның арайында кәдімгі ұзаққа қалып қалдым ше. Тез барам ба деп ойладым, бірақ кәдімгі магазиндерді көріп кіріп бір бай алғым келіп кетті. Мен сол ішінен кіріп өзім 2 месяц қалдым. Бельгия енді Брюссель конкретно осы районына қатты ұнап жатыр жасқа. Болсаңыздар, Брюссельде болатын болсаңыздар, обязательно осы район тастап кетемін. Осы район деп болыңыздар, отель ма, хостел ма, любой жерде осы алыңыздар. Өйткені тамақ жағынан, мешіт жағынан, любой жерден ешқандай проблема болмайды жалпы. Өздеріңізге тоже ондай. Мына жерде марокканецтер көп в основном. И солардың тамақтарын жеп көремін десеңіздер, солар істеп береді дегендей ғой жалпы. Короче, осы жерге келіңіздер, қатты алыс емес, центрдан мына жерде метро бар. Қазір келе жатырмын сол метроға. Сонымен бір 15-20 минутта сіздер уже центрда боласыздар. И метромен любой жерге жетуге болады ғой. Мен қазір парк Сен-Кантри деген шын атын төмен жазып кетемін, короче, айта алмай жатырмын атын. И мен осы паркқа келдім. Тоже осы Брюссельдегі ең бір көп адам келетін жерлердің бірі, танымал жерлердің бірі. Мен сіздерге қазір көрсетемін.
Мен қазір осы паркта орналасқан Grand Mosque дейтін бар. Сауд Арабиямен салынған, солардың арқасында. Мен сіздерге қазір осы мешітті көрсейін. Бірақ қазір 5 уақыты кірді уже. Жамағат уже бастау керек, сол үшін ішіне кіріп, сосын сіздерге көрсем қалай болатын ішін, сыртын. Жалпы паркта орналасқан кайф енді бар ғой. Шынымен жалпы Брюссельде маған муслим тема қатты ұнап жатыр ше. Өйткені мұсылмандар жамағаты көп нәрсе ше кәдімгідей. Алхамдулилля. Енді кіріп көрейік. Сіздерге көрсем сырт жағының қалай баратынын. Жалпы жаңағы триумфальный аркадан примерно 4 минут жүрсеңіз уже келесіз ғой шеге. Мешітке кіретін жер осындай. Жоқ кезде мешіттің іші. Ал мен сіздерге қазір мешіттің ішін дұрыс түсіре алмадым. Өйткені бұл жерде мешіттер жабылады намаз уақытынан кейін. Еуропада сондай қалыптасып қалған, короче. Шлепка алатын жерлері, тапочка самый. Бәрі осы жерде бар. Енді туалет алатын жері, арғы бетте туалет, туалеттен де көрсетпей қойын. Осындай домалақ келген мешіт. Астында кәдімгідей джунгли отыр, андай пальмалармен. Жалпы мен қазір жаңағы Евросоюздан қалай құрылған туралы музейға кірдім. Ішіне вход бесплатный, кіремесеңіздер тегін, смело кіре бересіздер. Жалпы ішіне андай планшет береді, наушникпен, аудиогид ретінде. Бірақ қателеспесем ішінде орыс тілі болмады. Сондықтан мен қазір ағылшын тілінде тыңдап жүрмін. И обязательно келіп кіріп кетіңіздер. Сөйтіп қызық жер, 6 этаждан тұратын. Центрден тамашалауға келдік. Мына жер енді алдыңға қарағанда кәдімгідей қымбаттау. Қойшы мен жаңа бір магазиннен сувенирный өзіме магнитик алғым келді. И, короче, адамдар ішіне шынымен сатқысы келмей ма, түсінбедім ба, оны алуға жаңа етіп қалды кәдімгідей. Өйткені мен, короче, 2 евроға біреуін таңдадым. 2 евро деп тұршы. Мен соны барып алайын десем, картамен төлеу үшін тек минимум 4 тик, короче. Сосын анау, короче, вообще қатып қалды ше. Типа 4 евроға ал, или алмай қой дейді. Сосын әйтеуір сөйлесіп 3 евроға сындырдық. 3 евроға бір магнитик алып қой үшін солай ше. Сосын ана жаққа келіп, бір бәле алатын болсаңыздар арзан бағада нал ұстап жүріңіздер. Наличный смотрите екен осы жерде. Ең бір танымалдардың бірі осы жерде. Мынау, короче, сиіп тұрған бала. И жалпы мынау, короче, арасында кейбір күндері виномен немесе пивомен сет, короче. И оны кәдімгі ішіне кіріп, ішуге болады, қателеспесем, тегін. Короче, бұларда алысы кетіп қалған жоқ. Анау тема популярный екенін түсініп, міне, короче. Чо там ғой, короче. Осы екі жер бар. Осы олар, короче, арт деп ойлай ма, білмеймін енді. Бірақ қызық келіп көріңіздер. Анау сол біреу бар, жаңағы ол
қыз бар, үшіншісі бар, ол ит. Ол итке мен үлгермей жатырмын енді, бірақ в общем үшеуімен тоқтаса деген ойдамын енді. Үшеуі жететін сияқты бәрімізге. Енді біз бүгін Брюссельдегі ең соңғы көретін жерге келдік. Бұл получается темірдің 165 миллиард есе, кәдімгі 165 миллиард есе үлкейтіліп жасалған түрі. Оның қазір айтқан биіктігі 102 метр. Және оны 1958 жылы атомдарды поддержка ретінде, сондай салаға, наукаға поддержка ретінде осыны салған. Жалпы бұны басында Эйфелева башняның аударылған түрін салғысы келген, бірақ сосын жаңағы атомға поддержка берейік деп, жалпы ученыйларға поддержка берейік деп салды. Мен сіздерге соны көрсетемін. Ана осылай Брюссельдің жаңбырымен көрсеңіздер болады. Жалпы оны салған кезде ішінде қазір қонақ үйлер және ресторандар бар. Сол жерге кірем десеңіздер болады. Осы жерге мысалы сіздер кірем десеңіздер, мына жерде 9 домалақтар орналасқан. Яғни 9 атом түрі бір-бірімен қосылған. Жалпы мына жерде көріп тұрсаңыздар, бір-бірін қосып тұрған заттар бар. Бұл туннельдердің ішінде эскалатор болады. Жаңағы шарлардың арасынан жүру үшін, атомдардың арасынан жүру үшін солай болады. Бұл жерде қонақ үй, ресторандар орналасқан. Жаңағы құрылыстың артында осының жол бар. Осыны жүріп келе жатқан кезде, мәселе артын көрсең, қалай көрінетін. Артынан бұл осылай көрінеді. Жалпы ішіне кірсеңіздер болады, бірақ мен үлгермедім. Бұл жерде билет таңғы оннан кешкі 6-ға дейін сатылып, ішіне кіруге болады. Станция жақтың тағы бір мешіт атты. Осындай мешітті тоже адресын тастап кетемін. Крик. Дәрел алып жүріп көрдім.